Сәлем достар. Сәлем. Сәлем. Қаяқтасың Айби? Бүгін біздің ішіміз пысып өтірік бір видео түсіріп жатырық әйтеуір. Қараңыздар. Іш пысты бізде. Мен екеуін бояндырып, шыштан істеп, салон красотыда ойнап біттік. Кәне общий ішіміз пысты, бір сөз айтқанда. Сонымен сол сіздерге магазинге обзор жасайық дегенбіз. Жүріңдер кеттік қыздар, обзор жасаймыз, я? Ема, мұнда бір парақ тауып алдық. Что такое? Ема. Еще как раз ішіміз пісіп келатыр еді ғой. Соны айтамын, мынау бір қызық нәрсе болды ғой. Мынау мә көне бір мусордан тауған қағаз ба деп қоям. Баяғығы жаңа ұқсайды. Сондай сияқты Айби? Иә. Егер ішің пысса, сөп дейді. Кім айтады? Мен. Кім айтады? Бегім. Мен. Да, Бегім айтты. Қатты айтсы? Сөп. Ема, Бегім қайда? Бегім қайда? Бегім, жоқсың сен. Қайда кетті Бегім? Айбипі. Даусы да шығып атқан жоқ, білейін. Енді әжеге не айтамыз, атаға не айтамыз? Мама папаңа не айтамыз? Білмейсің әйтеуір ештеңені. Так, кеттік. Жүр, Бегімді іздегенді бір құпия сөз ба, бір бәле бар шығар. Мынау іш пысқанда жындай нәрсе болды ғой құрсынан. Ойбай, енді істейміз, жүрнері іздейік. Жүрмін ғой. Не болды бүгінде, мен жүрмін ғой, неқті неғып таппай жатыр. Барып айнадан көрейінші. Сен қайдамын, жоқпын ғой. Қаяқтамын мен. Как раз бәрінің қантысайын. Как раз олар далада, менде бір зат бар, как раз мен оларды шыштым. Ма, енді Айбибі не істейміз Бегім қақта? Білмеймін. Қараңдаршы, Айбибі ондай әдемі болып тұр. Деп басқа жаққа кет қалсаң, я? Білейін, Айбибін қақтың, ойбай, Бегім қайдан табамыз? Білмеймін. Бір отырсай кел. Не істейміз? Білмеймін. Бегім табу керек бізге. Иә. Либо жаңа құпия сөз табу керек. Ема! Айбибі саған тиді ма, кән? Иә, аяқыма тиді. Ойбай! Өздері ғой мен таппай жүрген. Айбибі, қарасай артым бәрін. Айтыңыз, не болып кеткен? Сөзі ғой. Той, енді істейміз, жүр кеттік. Жүр, ішке керекші, далада бір бәле болатыр ше. Не болатыр? Мен қорқайын дедім. Осы магазин ішінде де болады. Я, біз жаңа парақты тауып алайықшы, қайға қойып едік. Может, осында бір бәле жазылған шығар? Артын көрейінші. Ойбай, магазин адам кеп қалды ғой, артын көрейікші, енді Бегім табайық тезірек. Мә, ол біреу алып кетті ма елей? Көрейікші артын. Міне, бір бәле жазылыпты, оқиықке. Егер ішіңнің пысқаны қойса, қайта пайда болғым келеді, абрака дабра дейді. Бегім! Бегім! Дабра десей, Бегім қайдасың? Короче, Бегімнан бізді естіп тұрсаң, наны тапта, наны оқы, сосын сен пайда боласың. Бегім, қайдасың? Енді біраз көңіл көтер алмай, қайта пайда болғым деп. Не қылмын? Егер пайда болғым десе, абракадабрка. Абракадабрка, сух. Ой, ура! Бегімді таптық. Бегім, сен бізге керексің. Короче, біз Бегімді тауып алдық. Бегім қалай жоқ болып кеттің? Енді ана парақтансы? Жаңа бізге су шашқан сен ба? Иә. Пранкер, қайтарамыз саған пранкты, Айбибі екеуміз көресің. Айбибі екеуміз қайтарамыз, иә? Шынымен ма? Иә, шынымен қайтарамыз. Арнайы 24 сағат бойы саған пранк видеосын түсіреміз. Иә, Айбибі? Әкел қолда. Ой, бети? Жаңағы шәйік, оны мен түсіріп стадым. Қош? Дежінде. Пранк па? Пранк жасап жатыр саған уже көрін ма? Дежінде бұдан кімес?
мына қаяқта беріңізші. Так, короче, мынаны енді біз ешкімге көрсетпейміз, потому что мынаны оқып тағы кейбір адамдар жоқ болып кетіп, біздің магазин затырлап жүрер. Так что бұны мұржамызда жоқ қылып тастаймыз, иә? Осымен видео бітті. Біздің ішіміздің пысқаны сәл-пәл басылды, иә? Ішіміз қатты пысып жатыр еді, дұрыс болды мынау. Осындай бізде аяқ астынан видео шығып кетті, және осындай. Бұл әрине бізде қалжың, әрине бұл бізде мини-фильм. Ендеше, ұнады ма сендерге? Иә. Сіздерге ұнады ма? Иә. Сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк, подписка, комментарийда аямаңыздар. Тезірек 1000 тіркелушіге жетейік. Міне, мына қыздардың еңбегін бағалап кетіңіздер. Менің жиендерімнің және менің де еңбегімді бағалап кетіңіздер.